Қайырлы күн достар, бүгін сіздерге бауырдан жасалған рулеттің жасалу жолын көрсететін боламын. Керекті заттар: жұмыртқа, сүт, сұйық май, чеснок, бауыр және ұн қажет болады. Мен чесноктың 3-терін алдын ала теркадан өткізіп, бауырымның үстіне салып қойдым. Содан кейін 3 жұмыртқаны жарып алып, жақсылап араластырып аламыз. Жұмыртқаның сарысы, ағы барлығы біркелкі араласу керек. Үстіне сұйық майды құйдым. Одан кейін сүтімді құйдым. Араластырып аламыз. Бауырды алдын ала мен мясорубкадан өткізіп қойдым. Тұз салдым, шамалы бұрыш салдым. Және паприка бұрышын салдым. Ұнтақ жақсылап араластырып алдым. Мен ұнды алдын ала дайындап қойдым. Ситодан өткізіп салдым. Ол ситодан өткізбеу маңызды емес. Міне осындай қоймалжың массасы шығу керек. Блинчик құятындай. Ішінде ұнның түйіршіктері болмауы шарт. Енді алдын ала табамызды қыздырып, ішіне шамалы май жағып майлап аламыз. Үстіне бауырды құйып, осылай блинчик құйғандай құйып, жан-жағының барлығына жеткіземіз. Пісті, енді екінші бетін аударамыз. Осылай ағаш қасықпен алған жақсы, алуға ыңғайлы болады. Осылай әр жерінен басып, екінші бетінде дәл осылай қызартып пісіріп аласыздар. Екінші бауырым пісірген. Бауырдың барлығын пісіріп дайындап алдым. Міне менің бауырларым дайын, пісті, 8 штуктай шықты. Енді арасына салатын салмасын салдым. Майды қыздырып, үстіне сәбізбен жуаны турап, қуырып алдым, тұз салып жұмсарғанша. Содан кейін барып бауырдың арасына салдым. Міне бір бауырды алып, осылай шамалы жағып аласыз. Сосын жаймендеп рулет тәрізді орайсыз. Тағы да көрсетейін. Шетіне қойып, рулет тәрізді орап қоясыз. Әдемілігін өзіңіз қалауыңыз бойынша жасауға болады. Мен қиғаштап кесіп, осылай тарелкаға қойдым. Сіздермен бірге болған өнер, жасап көріңіздер, өте дәмді, жұп-жұмсақ болып шығады.